Окей. Саламатсыздар мұқлар, сіздермен бірге әдеттегідей ердәулет ағайларыңыз. Бүгін бізде жаңа тақырып. Бүгінгі біздің сіздермен бірге талқылайтын сабағымыздың тақырыбының атауы бұл ғылыми жаңалықтар деп аталады. Иә, дәл осы бір кезеңде мынау 8 сыныптың ең соңғы тақырыбы, дәл осы бір кезеңдегі өздеріңізбен өтетін тақырып, ол мынау ең соңғы тақырыптар. Бұл туралы біз естеріңізде бар болатын болса 8 сыныптың басында, сол секілді мынау 7 сыныптың соңында да белгілі бір осы тақырыпта белгілі бір дүниелерді өткенбіз. Сондықтан бүгінгі сабақ ешқандай бір қиын емес, түсінікті болады деген ойдамын. Кітабымыздың ең соңғы тақырыптары 29-шы, 30-шы параграфтар. И уже келесі сабақ біз қазіргі заман тарихын талқылайтын боламыз. Ондай болатын болса, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сіздермен бірге өтетін сабағымыздың тақырыбы бұл ғылыми жаңалықтар. Енді кеттік, бастаймыз. Енді қараңыздар, естеріңізде бар болатын болса, бізде Галилео Галилей деген азамат бар екен. Иә, естеріңізде бар болатын болса, айға өзінің телескопын мынау Юпитерге қаратқан адам екен. Иә, бұл Галилео Галилей, ол атақты астроном, физик, философтардың бірі болған адам. Енді оның негізгі өнертабысының жетістіктері бар. Мысалы, инерция заңын ашқан болатын, телескоп өнертабысы бар екен. Иә, астрономиялық бақылаулар жатқан болатын, методологияны дамытқан болатын. Методология дегеніміз ол әдіснаманы дамытқан болатын. Ол бірінші болып эксперименттерді жүргізу қажеттілігін айтқан болатын. Ғалам заңдарының әмбебап заңдары туралы ережелер шығарған болатын. Дәл осы өздеріңіз білетіндей Галилео Галилей. Енді естеріңізде бар болатын болса, дәл осындай мәдениет, белгілі бір ғалымдардың тақырыбын біз көбінесе жаттауға жібереміз. Иә, сондықтан әрқашан осы бір мәдениет тақырыптарын кішігірім бір зубрить етсеңіздер, ол нұр үстіне нұр болады. Ал одан кейін бізде Иоганн Кеплер, естеріңізде бар болатын болса, бұны орта ғасырда айтып кеткен болатынбыз. Диоптыға толықтыру, жаңа астрономия, бетелоға толықтыру деген секілді, диоптика, бетелоға толықтыру секілді еңбектері бар еді. Неміс математика, астроном, механик, оптик болған азамат. Күн жүйесі ғаламшарларының қозғалысы туралы өзінің белгілі бір еңбегін, заңдарын ашып шығарған болатын. Типа, күн естеріңізде бар болатын болса, күн ортада тұрады, басқа ғаламшарлар соны айналады ғой. Соның заңын ашқан дәл осы Иоганн Кеплер еді. Оның заңдары бізде Кеплер заңдары деп аталған болады. Ең алғашқы күннің тұтылу теорияларын ашқан дәл осы Иоганн Кеплер, және телескопты ойлап тапқан болады. Енді естеріңізде бар болатын болса, бізде жіп иіру станоктары ойлап табылған болатын. Иә, Аркрайт, Харгрис, Кромптон секілді жіп иіру станоктары пайда болды. Жіп иіру станоктарының пайда болуы қоғамдағы тоқыма өндірісінің дамуына өте үлкен үлесін қосқан болатын. Иә, естеріңізде бар болатын болса, ең алғашқы жіп иіру станоктарының көп бөлігі ол қол еңбегі арқылы жасалынған болады. Кейін Джеймс Уатт деген азамат бар еді. Джеймс Уатт, ол біз білетін бу машинасын, иә, кәдімгі моторды ойлап тапқан болатын. Нәтижесінде енді біз білетін жіп иіру станоктарына адамның қол еңбегі емес, бу машиналары, моторлар арқылы пайдалану мүмкіндігі туғызылған болады. Дәл осы Джеймс Уаттың бу машинасы біз білетін моторды ойлап тапқан болады. Иә, солай 19-шы ғасырда осылай ғылыми техникалық дамудың көрінісі, біз білетін европалық оқымның дамуы белсене алдыға артқан болады. Енді бізде осы бір кезеңде Ремюр деген азамат бар. Бұл болат өндірісінің құпиясын ашқан азамат, француздың ғалымы Ремюр деген азамат болат өндірісінің құпиясын ашады. Одан кейін Бессемер деген азамат. Осы Бессемер деген ағылшындық өнертапқыш, ол нені ашты? Ол шойынды балқытып болатқа айналдыру жолын ашқан болады. Сонда Ремюр бұл болат өндірісінің құпиясын ашатын болса, Бессемер деген азамат шойынды балқыту арқылы оны болатқа айналдыру қажет екенін ашқан адам ол Бессемер. Мысалы, осы Бессемер туралы ұбт-да келген сұрақтар. 19-шы ғасырда шойын балқытып болатқа айналдырудың жаңа тәсілін тапқан ағылшын өнертапқышы, ол кім? Әрине Бессемер. Иә, көріп тұрсыздар. Бұл ұбт-да келген сұрақ. Мынау да екеуі ұбт-да көп ұбт-да сұрақ келеді. Болаттың құпиясын ашты дейтін болса, Ремюрді белгілейміз, ал шойынды балқытып болатқа айналдырды десе, Бессемерді белгілейді екенбіз. Түсіндіре алдық қой? Енді жалғастырамыз. Дәл осылай біз білетін болаттың, темірдің пайда болуы, қоғамдағы машинелердің көптеп пайда болуы, әрине қоғамда біз білетін жаңағы өте үлкен белгілі бір өзгерісті алып келген болатын. Бұл әрине біз білетін жаңағы индустриалды қоғам еді. Иә, бүкіл адамның зауыт, фабрикаларда индустриализация саласында жұмыс жасауын өздеріңіз білетін. Біз индустриалды қоғам деп атаған болатынбыз. Солай 19-шы ғасыр тарихтан бу мен темір ғасыр деп атала бастаған болады. Бу мен темірдің ғасыры деп аталдан басталды. Енді естеріңізде бар болатын болса, біз бұрын айтқанбыз, иә, өнеркәсіп төңкерісінің аяқталуы ол паровоздың, иә, пойыздың жасалуымен аяқталды деп. Ал ол пойызды жасаған адамның есімі Степенсон деген азамат еді. Оның пойызының ұзындығы 56 километрді құраған болатын. Бұл тауар арқылы ең алғашқы теміржол құрылысы бастала бастаған болды.
Бұл нағыз төңкеріс еді. Себебі бұрын белгілі бір затты, белгілі бір ауыр заттарды, мысалы белгілі бір аймақтан басқа бір аймаққа тасымалдау үшін өте үлкен уақыт кеткен болатын, иә, өте үлкен қаржы жіберілген болатын. Ал осы паровоздардың, рельстердің пайда болуы бұл өнеркәсіп төңкерісіне өте үлкен дем берген болатын. Бұл осы бір кезеңде бұл машинасы арқылы жүргізілетін дәл осындай паровоз, пойыз етін, иә. Енді одан кейін бұл кемесі бар. Бұл кемесін ең алғашқы ойлап тапқан адам америкалық өнертапқыш, ол адамның есімі Пултон деген азамат. Ол ең алғаш рет Америкада 1807 жылы бұл кемесін ойлап тапқан болатын. Бұл кемесі дегеніміз не? Бұл кемесі дегеніміз мотор арқылы жүргізілетін кемені бұл кемесі деп атаймыз. Оға дейінгі кемелердің барлығы дерлік желкендер арқылы, еңкектер арқылы жүргізілген болатын, иә? Ал бұл кемесі бұл мотор арқылы жұмыс жасаған кеме еді. Осыны ойлап тапқан адамның есімі ол Пултон деп аталынған болады. Ең алғаш рет Америкада ойлап табылған болады. Кейін осы бұл кемелер Англияда, кейін біз білетін Ресейде жүргізілген болады. Англияда 1812 жылы, Ресейде 1815 жылы дәл осындай бұл кемелері қолданысқа тие бастаған болатын, иә? Қолданысқа ұсталына басталған болады. Енді, мысалы, бізде Пултонның кемесінің атауы бар, ұбт-да келіп қалуы мүмкін. Бұл Клермонт деген кеме, қарап тұрсыздар, иә? Бұл кемесі дәл осы бір кезеңде не арқылы жүргізіледі? Әрине біз білетін анандай жаңағы не арқылы? Білейін. Бұл мотор арқылы жүргізілетін кемелер. Осындай кемелердің бізде Пултонның, мысалы, Клермонт деген кемесі бар. Осы Пултон деген азамат ойлап тапқан. Енді 19 ғасырда осындай бір ғылымдағы өте үлкен өндірістер қоғамда белгілі бір салаларды дамытқан болады. Мысалы, олар математика, физика, химия, биология секілді салалар қоғамда дами бастаған болады. Негізден тағы бір математика саласында өте үлкен бір дағдарыс, өте үлкен төңкеріс болған белгілі бір оқиға болды. Негізінен математикада Евклидтің теориясын ғалымдар 2000 жыл бойы, 2000 ғасыр бойы дәл осы бір кезінде пайдаланып отырған болды. 2000 жыл бойы. 2000 жыл бойы Евклидтің теоремасы, Евклидтің жаңағы геометриясы бүкіл жерде қолданысқа ие болған болды. Бірақ қоғамда Лобачевский деген азамат шығады. Лобачевский Евклидтік емес геометриялық теорияны ойлап тапқан болатын. Сөйтіп енді Лобачевскийдің Евклидтік емес геометриялық теориясы қоғамда дами бастаған болды. Одан кейін ұбт-дан мынандай бір сұрақ келеді. Классикалық физиканың негізін салушы бұл Исаак Ньютон. Естеріңізде бара болатын болса, басына алма түсіп кетеді да, типа тартылыс заңының жаңағы тартылыс, бүкіл әлемдік тартылыс күшін ашқан дәл осы біз білетін Исаак Ньютон деген азамат еді. Классикалық физиканың негізін қалаушы, ол механиканың үш заңын ашады және де бүкіл әлемдік тартылыс күшін дәлелдеген адам еді. Осы екі сұрақ ұбт-да көбінесе дәл осы Исаак Ньютон бойынша келеді. Бұл классикалық физиканың негізін қалаушы Исаак Ньютон, бүкіл әлемдік тартылыс заңының күшін ашты және біз білетін механиканың үш заңын ашқан дәл осы Исаак Ньютон деген азамат еді. Бұл ұбт-да міндетті түрде келеді. Өздеріңіз білетіндей, мәдениетті жаттау қажет, мәдениет ол міндетті түрде келеді. Одан кейін термодинамика деген сала дамыған болады. Осы термодинамиканың дамуына француз физигі Карно, неміс мектебінің өкілі Майер, ағылшын физигі Жоуль секілді азаматтар термодинамика, электр тоғы, біз білетін жаңағы осындай бір қоғамдағы салалардың дамуына үлес қосқан, термодинамика деген саланың дамуына үлес қосқан осындай бір азаматтар бар екен. Мысалы, ең алғаш айтылатын адам ол Жоуль, ағылшын физигі. Электр тоғының жылулық күшін анықтайтын заңды орнатқан болатын, газ молекулаларының қозғалыс жылдамдығын есептеген болатын. Қараңыздар, ұбт-да Жоуль туралы сұрақ келеді. Электр тоғының жылулық күшін анықтайтын заңды орнатқан кім деген сұрақ келеді. Сіздер айтасыздар, ол Жоуль дейсіздер. Типа, біз білетін жаңағы электр тоғы бір ыстық деп тұрды. Электр тоғында жылу бар деген идеяны айтқан ол Жоуль еді. Оның құрметіне оның өлшемінің бірлігі шыққан болатын. Бұл жылу мен энергияның саны Жоуль деп атала бастаған болатын. Одан кейін Вольт деген азамат бар. Бұл галваникалық батареяны ойлап тапқан адам. Галваникалық батарея дегеніміз, мысалы, сағатқа салатын, біз білетін пульттің ішіне салатын нелер бар, батарейкалар бар. Соны ойлап тапқан адамның есімі Вольт деп аталған болады. Бұл ұбт-да сұрайды бұл туралы. Галваникалық батареяны кім ойлап тапты десе, сіздер айтасыздар, ол Вольт деп айтасыздар. Жылу, Жоульді көбінесе жылу деп жаттап алыңыздар. Жоуль ол жылу, Жоуль ол жылу, Жоуль ол энергияның саны дәл осы уақытта Жоуль деп аталған болады. Жоуль ол жылу, типа энергияның жылуын білдірген. Осы оны ойлап тапқан Жоуль деген азамат еді. Және біз білетін Вольт бұл галваникалық батарея. Кәдімгі батарейка бар ғой, кәдімгі. Біз білетін кез келген телефонның ішінде батарейкасы бар, ноутбуктың ішінде батарейкасы бар, мышканың ішінде батарейкасы бар, типа
осы бір батарейканы ойлап тапқан адамның есімі вольт екен. Енді одан кейін айтылатын дүние, осы физика саласында өте үлкен бір қозғалыс алып келген, біз білетін Ломоносов пен Майер деген азаматтар бар. Ломоносов пен Майер деген азаматтар. Ломоносов бұл ең алғашында біз білетін энергияның сақталуы және де айналу заңының өлшемін ашқан адам еді. Мысалы, бұл туралы ұбт-да сұрақ келген. Физика саласындағы 19 ғасырдың аса көрнекті жетістіктері: энергияның айналу заңының ашылуы, энергияның сақтау заңының ашылуы. Бұл физика саласындағы өте үлкен болған белгілі бір нетін қозғалыс етін, осы біз білетін физика саласындағы 19 ғасырдағы аса көрнекті жетістіктерге осыларды жатқызсақ болады екен. Енді қараңыздар, бізде дәл осы бір уақытта энергияның сақталу, энергияның айналу заңын ашқан, ең алғаш рет оны түсіндірген ол Ломоносов деген азамат еді. Ал оны тәжірибе жүзінде дәлелдеген кім? Әрине біз білетін Майер деген азамат екен. Көріп тұрсыздар ғой, екеуін не істемейміз? Мүлдем шатастырмайды екенбіз. Түсіндіре алдық па? Түсіндіре алдық па? Иә, түсіндіре алдық па оқушылар? Бір ойыптақ мен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Мынау сұрақ, ұбт-да келетін сұрақ, сондықтан осы сұраққа өте үлкен мән береміз. Дәл осы сұраққа қарап отырсаңыздар, иә? Біз одан ары қарай қазір сіздермен бірге басқа бір салаларды айтатын боламыз. Осы Ломоносовтардан кейінгі айтылатын сала. Енді қараңыздар, бізде дәл осы бір кезеңде сұрақ 19 ғасырдың аса көрнекті жетістіктері деп тұр, иә? Бізде галваникалық батарея қай уақытта ойлап табылды? Естеріңізде бар болатын болса, галваникалық батарея ол 18 ғасырда ойлап табылған болатын. Бұл да физикаға жатады, көбінесе оқушылар осыны белгілеп қояды, бірақ бұл дұрыс емес. Себебі ол қай ғасырға жатып тұр? Ол 18 ғасырға жатып тұр. Көріп тұрсыздар ғой? Сондықтан мына сұраққа абай болуыңыз қажет. Иә? Мына қараңыздар. Сұрақ мына жерден алып тұр, мына бір сөйлемнен алып тұр. 19 ғасырдың аса көрнекті жетістіктерінің бірі деген сөйлемнен алып тұр. Физика саласындағы 19 ғасырдағы аса көрнекті жетістіктер, енді қараңыздар, ол энергияның сақтау және айналу заңы. Оны ең алғаш рет ашқан Ломоносов, ал оны тәжірибе жүзінде дәлелдеген Майер деген азамат еді. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Адамды шатастыратындай сұрақ. Бірақ бір ойыптақ шешуге болады. Кітаптан алынған. Мен сіздерге каждый раз айтатыным сол ғой, кітапты жатта, өлтірі кітапты жатта деген. Себебі бұрынғыдай сұрақтар андай емес, типа 1814 жылы қандай келісім шарт болды, ол Гент келісім шарты деген секілді ондай емес сұрақтар. Сұрақтар кітапты сөйлемнен алынды. Сондықтан кітапты жаттап алу қажет. Енді бізде одан кейін дәл осы бір уақытта электротехника саласында белгілі бір жаңағы көптеген еңбек жүргізген адамдар бар. Электротехника дегеніміз біз білетін радио, иә, біз білетін жаңағы дәл осы бір кезінде қолданысқа ие фен да, радионың өзі да осы бір кезіндегі электротехника деген салаға жатқызылады. Осы бір салалардың барлығы. Кір жуғыш машина, оның барлығы электротехника. Осы бір кезінде осы бір салада еңбек жазған адамдар бар. Ампер, Фарадей, Максвелл деген секілді, Генри, Эдис секілді азаматтар. Мысалы, Ломоносов, иә? Бұл Ломоносов, жаңа айтып кеттік бұл туралы. Физикалық химия саласында зерттеулер жүргізген, энергияның сақталу заңы, кометалар туралы ілімге және жер қыртысының қасиеттері іліміне айрықша үлес қосқан. Жер қыртысының қасиеттері дегеніміз, естеріңізде бар болатын болса, жердің өзінде бір қыртыстар бар ғой, типа мантия, ядро, жер қыртысының өзі деген секілді, өзі үш салаға бөлінеді. Осындай бір салада өзіндік бір еңбек жазған бұл Ломоносов еді. Және жаңағы біз білетін кометалар туралы ілімге үлесін қосқан адам. Одан кейін рентген, біз білетін рентген, кәдімгі рентген, адамның типа қолы сынып қалатын болса, немесе адамның қолы шығып кететін болса, рентгенге түсіресіңдер ғой, типа сүйек орнында тұрма деген. Сондай рентген сәулелерін ашқан рентген деген азамат болған болады. Рентген сәулелерін ашқан болады. Ол 1895 жылы ашқан болады. Және Ампер бар. Ампер көрнекті француз физика, математик, химик, электротехника, электроника, магнетизм туралы ілімдерге және электродинамиканың негізін салушы еді. Қараңыздар, осы Амперді вольтты и біз білетін жаңағы жоульді көбінесе шатастырады. Вольт десе сразу гальваникалық батарея деп жаттап алыңыздар. Ал бағанағы біз білетін жоуль болатын болса, ол жылу, энергияның жылу күшін анықтаған ол жоуль. Ал ампер бұл электродинамиканың негізін қалаушы. Электроника мен магнетизм туралы ілімнің негізін қалаушы. Оның құрметіне электр шамаларының бірлігі бізде тоқ күші ампер деп аталған болады. ұбт-да сұрақ келеді. Тоқ күші не деп аталынады десе, ампер деп аталады деп айтасыздар. Сіздер физик емессіздер, бірақ ұбт-да келеді сондай сұрақ. Енді одан кейін бізде дәл осы бір кезеңде мынау атомның
атом саласына өте үлкен үлес қосқан азаматтар бар. Олар Мария Складовская Кюри, Кер Кюри, Бор, Резерфорд секілді азаматтар. Бұлар дәл осы бір кезінде біз білетін мынау радиоактивтілік деген ілімді ашқан адамдар еді. Типа атомның қасиеттерін зерттеген адамдар еді. Естеріңізде бар болатын болса, уран бар, сол уранның несін радиоактивтілік деген типа белгілі бір элементтер бар. Қалай айтсам болады, белгілі бір анау бізде 112 элемент бар ма, 118 элемент бар ма, сол 118 элементтің 83-тен бастап жоғарғысының барлығы дерлік улы. Соны бізде радиоактивтілер деп аталады. Радиоактивтілер деп аталады. Сондай радиоактивтілер типа улы элементтерді ашқан осы кімдер етін? Пьер Кюри, Мария Кюри, Бор, Резерфорд секілді азаматтар еді. Я? Және де ғалымдар атом ядросының құпиясын түсініп қана қоймай, әлемде де жақсырақ тани бастады. Нәтижесінде қоғамда уран, Нептун секілді ғаламшарлар дәл осы 19 ғасырдың соңғы ширегінде біз білетін ғалымдар оны біле бастаған болды. Одан кейін Менделеев, өздеріңіз білетіндей, химиялық периодтық жүйені жасап шығарған адам 1869 жылы. ОБТ-да сұрақ келеді. 19 ғасырдың ортасында химиядан сұрақ сұрамыз. Жоқ деген сұрақ ше, бұрыс ұмытып отырмын. Сұрақ мынандай. 19 ғасырдың ортасында химия саласында өзгерістер деген ба, сондай ОБТ-да сұрақ келген. Сіздер айтасыздар, ол Менделеевтің периодтық жүйесі деп айтасыздар. 1869 жылы осы Менделеев ең алғашқы өзінің химиялық элементтік периодтық жүйесін дамытқан адам еді. 1871 жылы химиялық элементтердің период заңы деген өзінің еңбегінде зерттеулерін қорытындаған болатын. Периодтық заңды Менделеев өзінің ең басты еңбегі химия негіздері деп аталатын еңбегінде ашып көрсеткен болатын. Дәл осы химия негіздері деген еңбегінде. Мынау ОБТ-да келеді, Менделеевті өте керемет оқып алуға қажет. Ол жылымен бірге келеді. 1869 жылы химияда үлес қосқан, қандай адам немесе қандай оқиға болды десе, естеріңізде болуға қажет, бұл химиялық элементтердің периодтық жүйенің шығуы. Оны жасқан біз білетін орыс ғалымы әрине Менделеев еді. Біз оны Менделеев кестесі деп жаттаймыз. Және де осы бір ғылымдардың дамуы қоғамда жаңа бір саланың дамуына алып келді. Бұл биология деген саланың дамуына алып келді. Кейін Чарльз Дарвин деген азаматтар бар. Чарльз Дарвиннің белгілі бір еңбегі бар. Чарльз Дарвиннің еңбегінің атауы түрлердің шығу тегі деп аталады. Дәл осы еңбегінде Чарльз Дарвин бізде мына бір дүниені жасаған болатын. Ол айтқан болатын. Адам маймылдан пайда болды деген идеяны Чарльз Дарвин өзінің белгілі бір еңбегінде айтты. Бұл еңбектің атауы түрлердің шығу тегі деп аталынды. Түсіндіріп қой? Чарльз Дарвин түрлердің шығу тегі. Адам маймылдан шықты, ит қайдан шықты, динозавр не үшін өліп қалды деген секілді идеяларды. Бір сөзбен эволюция деген дүние бар ғой. Бұрын адам маймыл болды, одан кейін епті болды, одан кейін саналы адам болды, тас дәуіріне келді деген секілді дамуын айтқан адамның есімі осы Чарльз Дарвин. Кеттік. Енді Мендель деген азамат бар. Тұқым қуалаушылық туралы ілімнің негізін қалаушы Мендель. Оның осы бір кезіндегі Мендельдің ашып кеткен тұқым қуалаушылық деген саласы кейін генетика деп аталынған болады. Ол тұқым қуалаушылық деген ілімнің негізін қалаған Мендельдің өзі. Кейін ол сала не деп аталған екен? Генетика саласы деп аталған екен. Ал тұқым қуалаушылық туралы ілім бұл менделизм. Сонда тұқым қуалаушылық туралы сала генетика, тұқым қуалаушылық туралы ілім менделизм. Кітабы менделизм ғой, кітабы. Анау бастайтын дүниесі менделизм. Тарихтың атасы Геродот деп біз бастаймыз ғой. Сол секілді ең бастауы тұқым қуалаушылық туралы ілім менделизм. Ал оның саласы, оның ашып кеткен саласы генетика деп аталынған болады. И осы генетика саласында Кок, Луи Пастер деген азаматтар өте көптеген еңбектер жазып шығарған болады. Мысалы, Кок бар, Кок. Осы Кок бізде туберкулез таяқшаларын ашқаны үшін Нобель сыйлығын иеленген болады. Мысалы алатын болсақ, туберкулез таяқшалар дегеніміз не? Адамдар өте қатты жөтеледі ғой, сол туберкулез таяқшалары. Ол осы уақытта Кок айтқан болатын. Туберкулез деген дүние адамның өкпесінде болады деген идеяны айтқан бұл Кок етін. Бұл осыны біз білетін сол туберкулезді көп адамды бұрын жөтел өліп қала берген ғой. Бұл көп адамның барлығы жөтел өліп қала берген. Соның жаңағы не үшін олар өліп қалады деген идеяны толықтай ашқан, сол ауруды ойлап тапқан. Бұл біз білетін Кок деген азамат еді. Сол үшін бұл Нобель сыйлығымен марапатталған болды. Дәл осы біз білетін Кок деген азамат. Түсіндіре алдық қой. Одан кейін Луи Пастер. Луи Пастер негізінен дәл осы бір кезінде биохимия теориясының негізін қалаған болды. Осы бір кезінде биология ғылымы мен химия ғылымын қосып зерттеген адам дәл осы Луи Пастер деген азамат еді. Ол осы Луи Пастер пастерлеу деген әдістің негізін қалаған болды. ОБТ-да келген сұрақ, пастерлеу деген әдістің негізін қалаған болды Луи Пастер. Қараңыздар, Луи Пастердің пастерлеу деген әдісі не?
мысалы сіздер жай ғана айранды немесе жай ғана сүтті ары кететін болса, кәдімгі қолдың сүтін, қолдың айранын ары кететін болса, 3-4 күн ғана олар шыдайды. 3-4 күннен кейін олар ашып кетеді, иә. Олардың дәмі онша емес болып қалады. Бірақ Луи Пастер деген азамат, ол біз білетін сүтті, біз білетін айранды ұзақ уақытқа ұстайтын, 1 айға, 2 айға дейін біз белгілі бір айранды, сүтті ашытпай ұстайтын белгілі бір нені ойлап тапқан болатын? Әрине біз білетін әдісті ойлап тапқан болатын. Бұл әдістің атауы пастерлеу әдісі деп аталынған болатын. Осы пастерлеу әдісінің арқасында біз білетін сүт, тағамдық өнімдер 1 ай, 2 ай бойы шыдап тұруға мүмкіншілік алған болатын. Сондықтан бұл әдістің атауы не деп аталды? Пастерлеу әдісі. Енді бұрынғыдай сүттер 4 күннен кейін, 5 күннен кейін ашып кетпейді. Олар 1 ай бойы, 2 ай бойы ашымай тұра береді. Осындай пастерлеу әдісін ойлап тапқан ол бізде Луи Пастер. Қараңыздар. Ол сүт және тағамдық өнімдерді сақтайтын әдісті ойлап тапты. Бұл әдіс не деп аталынды? Пастерлеу әдісі деп аталды. Бұл мынау сұрақ ұбт-да келген 2025 жылы. Мұқият боламыз. Француз ғалымы Луи Пастер иммунология мен біз білетін микробиологияның негізін қалаушы. Қараңыз, тағы бір сұрақ. Иммунология мен микробиологияның негізін қалаушы Луи Пастер. Ол көптеген аурулардың негізін қалайды. Аурулардың жаңағы қайдан пайда болатын, оларды қалай сақтап қалу қажет екенін, ауруларды қалай жаңағы жойып жіберудің белгілі бір жаңағы жолдарын ойлап тапқан болатын. Луи Пастердің ең басты еңбегі жануарлар мен адамдардың ауруларына қарсы белсенді иммунизация үшін қолданатын препараттар. Ол белгілі бір дәрілерді ойлап тапты. Мысалы, сіздердің барлықтарыңызда мына жерде біз не бар ғой бізде? Жаңағы вакцинаның орны бар. Кішкентай кездеріңізде салынған, иә? Бұрын адамдардың барлығы дерлік тула салысымен өліп кете берген. Себебі жаңағы әртүрлі қоғамдағы аурулар адамды сразу өлтіріп тастаған болады, иә? Бұрын 10 бала болатын болса, 10 баланың 8-і, 7-і осы болмайтын бір аурулардан өле берген ғой. Сол бір кезінде вакцинаны ойлап тапқан, осы баланың өмірін сақтап қалу үшін өте үлкен укол бар, кәдімгі уколды ойлап тапқан. Кім? Луи Пастер деген азамат. Дәл сол Луи Пастердің арқасында біз қазір сіздермен бірге осы сабақта отырмыз. Вакцинаны ойлап табуының арқасында. Бұл вакцинаны ойлап таппайтын болса, біз кішкентай кезімізде бәлкім өліп кететін бек. Сондықтан осы вакцинаны ойлап тапқан бұл Луи Пастер. Ең алғаш рет жаңағы біз білетін препараттарды, вакцинаның дайындалу әдісін ойлап тапқан ол кім? Луи Пастер. Сонда Луи Пастер туралы ұбт-да келетін сұрақ өте көп екен. Одан ары микробиология ғылым ретінде дамуына үлес қосқан, медицинадағы иммунитет туралы теорияның негізін қалаған Мечников деген азамат болды. Иммунитет бар, кәдімгі иммунитет. Мысалы, 2 адам бар, біреуіне тұмауы жұғады, екіншісіне жұқпайды. Не үшін жұқпайды? Себебі оның иммунитеті жоғары, деген секілді дүние. Осы иммунитет адамның көзіне көрінбейді, бірақ ол адамның бойында бар, да. Осы теорияны ойлап тапқан ол Мечников деген азамат. Одан кейін Павлов нені ойлап тапады? Ол жануарлардың жоғарғы жүйке қызметі туралы ілімнің негізін қалаған. Жануарлардың жоғарғы жүйке қызметі туралы ілімнің негізін қалаушы ол Павлов деген азамат, орыстардың физиологы. Енді байланыс құралдарының дамуы туралы айта кетейік. Бізде қоғамда дәл осы бір кезінде электромагнетизм саласында өте үлкен жаңағы ғылыми жаңалықтар ашылған болатын, және қоғамда дәл осы бір кезінде байланыс құралдары дамыған болатын. Ең алғашында испан өнертапқышы бар, Сильва деген азамат. Бұл алғашқы телеграфтық желіні ойлап тапқан болатын. Телеграфтық желі дегеніміз роботтар, біз білетін сымдар, да. Соны ойлап тапқан адамның есімі кім? Сильва деген азамат екен. Қараңыздар. Ең алғаш біз білетін роботты ойлап тапқан, кәдімгі алғашқы телеграфтық желіні ойлап тапқан ол Сильва деп аталынған болатын. Осы бір кезде Сильва ең алғаш рет біз білетін роботты ойлап тапқан екен. Кейін американдық Морзе деген азамат ол кәдімгі телеграфтың өзін ойлап тапқан болатын. Телеграф ол жаңағы біз білетін алыс пен жақынды байланыстыратын байланыс құралы. Бізде Морзе алфавиті немесе Морзе азбукасы десеңіздер шығады неге Google-ға. Морзенің азбукасын көруге болады, жаңағы сөйлесу құралы ғой, оның несі бар, клавиатурасы бар өзінің. Осы бір кезінде телеграфтың өзіне қарап отырсаңыздар, клавиатурасы бар, осы арқылы адамдар бір-бірімен байланыс шығарған болады. Телеграфтың желін ойлап тапқан Сильва, телеграфтың өзін ойлап тапқан Морзе, ал телефонды ойлап тапқан Белл. Ал одан кейін Попов деген азамат бар, бұл радио қабылдағышты, кәдімгі біз білетін радионы ойлап тапқан ол Попов деген азамат еді. Солай 19 ғасыр бұл өнеркәсіптік революция дәуірі, энергиясының дәуірі, сол секілді теміржол жолдарының дәуірі деп осы 19 ғасыр осындай бір атаулармен қалған екен тарихта. Енді қараңыздар, бізден қоғамдағы салаларды бөле кетсек болады. Мысалы, Галилейдің жасаған салалар ол астрономия мен физика, Кеплер астрономия және механик. Біз білетін Харгис механик, мысалы рентген ол физика саласы,
Исаак Ньютон физика саласы, Евклидтік емес бағана Лобачевскийдің еңбегі, бұл математика саласы. Бірінші кеме ең алғаш Плутонда, ол біз білетін точно механика саласы екен деген секілді, осы бір дүниелерді ұмытпайды екенбіз. Енді біз 30-шы тақырыпқа өтейік кітабымыздегі. Дәл осы бір кезде Европадағы өнеркәсіп төңкерісіне дейін шығыста мануфактураның қол өнер өндірісінің 77% өндірілген болды. Бұл дегеніміз, Европада өнеркәсіп төңкерісі басталғанға дейін шығыста бүкіл қол өнер заттарының барлығы шығыста пайда болған болатын. 77%. Сол секілді әлемде 100 миллион халқы бар, 31 қала бар екен. Әлемде осы жаңа заманда 100 миллион халқы бар, 31 қала бар екен. Соның 25-і шығыста орналасқан екен. Сол секілді осы шығыста белгілі бір Қытай, Жапон, белгілі бір жаңағы ғылымға үлес қосқан адамдар бар. Мысалы, Қытайдың ұлы фармакологы болды. Бұл дәрігердің есімі Ли Шижен деп аталынды. Оның негізгі 2 еңбегі бар. Ол Бен Гао Цанму және ағаштар мен өсімдіктер туралы 2 трактаты бар. Осы еңбектерінде бұл 1800 әртүрлі дәрілік шөптер сипатталып, және олардың дәрі жасаудың 10 мыңнан астам тәсілін көрсеткен болатын. Бұл кітап көптеген шетел тілдеріне аударылған болды. Дәл осы Ли Шиженнің еңбегі. Одан кейін 17-ші ғасырда өмір сүрген Сун Инсин деген азамат бар. Қытайдан ежелден бері жинақталып келе жатқан белгілі бір өнерді жасап шығарады. Сол 19-ші ғасырдағы біз білетін әлемдегі, ғылымдағы техниканың жаңалықтарын Қытай тілінде жазған адам болды. Бұл адамның есімі Сун Инсин. Әлемдік жаңалықтарды, техникадағы жаңалықтарды Қытай тілінде жазған еңбек. Бұл осы бір кезінде аспан бергендер мен адамдардың ашқандары деген еңбек. Ол еңбекті жазған Сун Инсин. Әлемдегі ғылыми, біз білетін техникалық жаңалықтардың дамуын осы еңбегінде Сун Инсин жазып шығарған болды Қытайда, шығыс елдерінде. Одан кейін осы бір кезінде естеріңізде бар болатын болса, бізде Қытайда Мин және Син деген белгілі бір империялар, белгілі бір әулеттер болды. Осы әулеттердің тұсында сариялар, ғибадатханалар Пекинде тұрғызылған болды. Олар әлі дейін сақталған болды. Және де осы Қытайдағы біз білетін мата тігушілер, біз білетін Қытайдағы тоқыма өндірісіне дамыған кезінде матаға адамдар сурет салған болатын. Матаға салынатын сурет Қытай тарихында кесі деп аталынған болатын. Көріп тұрсыздар ғой. Енді одан ары Ло Гуанчжун деген азамат бар. Бұл Қытайда ежелгі заманда өткенбіз, хан деген әулет бар екен. Сол хан әулетінің тұсында билік үшін бірімен бірі адамдар соғысқан болатын. Сол хан әулетіндегі бірімен бірі билік үшін таласты. Бұл Ло Гуанчжун деген адам өзінің еңбегі 3 патшалық деген романда ашып көрсеткен болады. У Шенен деген адам бар, эпикалық прозаны жазып шығарған адам, батысқа саяхат деген шығарманы жазып шығарған болады. Бұның жазуының басты себебі Будданың отаны Үндістанға Қытай монархтарының сапары үшін жазылған болатын. Бұл батысқа саяхат деп аталынған болатын. Одан кейін дәл осы бір кезеңде біз білетін әртүрлі Европадағы ғылыми, философиядағы жаңалықтарды Қытай тіліне аударған белгілі бір адам болды. Бұл адамның есімі Янфу деп аталынған болды. Осы Янфу біз білетін адам маймылдан пайда болды деген идеяны Қытай тілінде таныстыра бастаған болды. Одан кейін Лин Чуншу, бұл дәл осы бір кезеңде көптеген европалық шығармаларды Қытай тіліне аударған, және біз білетін Қытай оқырмандарына 100-ден астам шет тілдердің шығармасын ұсынған еді. Одан кейін біз білетін У Цинци деген азамат бар. Бұл конфуцийлік емес, ресми тарих жазған адам еді. Осы сатиралық, біз білетін театрдағы белгілі бір жаңағы роман еді. Бұл конфуцилердің ресми емес тарихы деп аталынған болды. Одан кейін ең танымал роман болды Қытайда. Ол Сао Сюэциннің Қызыл сарайдағы түс деген романы болған болды. Одан кейін айтылатын дүние, біз білетін соңғы император фильмі түсірген белгілі бір сарай болды. Бұл сарайдың атауы Гугун сарайы деп аталынған болды. Осы Гугун сарайы, оны басқаша жабық қала немесе тыйым салынған қала деп аталады. Дәл осы біз білетін Гугун сарайы. Бұл жерде соңғы император деген фильм түсірілген болады. Естеріңізде бар болатын болса, Син империясының ең соңғы императоры бар, оның есімі Пуи деген. Сол Пуи туралы осы Гугун деген сарайда не түсірілген екен? Соңғы император фильмі түсірілген екен Гугун сарайында. Енді бұл тарихта бізде жабық қала немесе тыйым салынған қала деп аталынады. Себебі осы сарайда Қытай жабық ес саясатын ұстанған. Тағы бір айтыла кететін дүние, Қытайдағы храмдар ансамблінің ең ірі ескерткіштердің бірі ол аспан храмы деп аталынған болатын. Одан кейін Жапонияда бізде Сингаку мектебі қалыптастырған болатын. Сингаку мектебін қалыптастырған Тедзима және Накадзиба деген азаматтар еді. Бұлар біз білетін синтоизм мен конфуцийшілдіктің құндылықтарын қосып жаңа бір идеяны ойлап тапқан болатын. Бұл бізде Сингаку мектебі деп аталынған болатын. Одан кейін жазушы дәл осы бір кезеңде Ихара Сайкаку,
драматург Кикамото Модзаемон поэзияда 3 жолды өлең хайку жанрында жазатын атақты Мацуо Басе, Эса Бусон, Кабаяси Иса секілді азаматтар 3 жолды хайку стилінде өзіндік бір прозалар, белгілі бір жаңағы өздеріңіз білетіндей шығармалар жаза бастаған болатын. Хайку стилі дегеніміз не? Хайку стилі дегеніміз андай 3 жолды өлеңдер. Андай 3 жолды өлеңдер. Сол бізде хайку стиль деп аталады. 3 жолды болуы қажет. Солай Жапонияның жерінде жапондық рух, батыстық техника деген ұранмен шығыс елдерінің ішіндегі ең алғаш рет капиталистік ел болған ол бізде Жапония мемлекеті. Я? Одан кейін Иранды айтсақ болады, осы біз білетін Иранды. 17-ші ғасырда Иранда қала мәдениеті дамыған болатын. Қараңыздар, естеріңізде бар болатын болса, мен сіздерге айтқан болатынмын, иә? 18-ші ғасырдың соңғы ширегінде Иранның астанасы болған қала, ол қандай қала? Ол Тегеран қаласы еді. Қараңыздар. 18-ші ғасырдың соңғы ширегінде Иранның астанасы болған қала бұл Тегеран қаласы. Себебі 18-ші ғасырдың соңында ирандық билікке Каджар деген әулет келеді. Сол кезінде мемлекеттік астана Тегеранға көшіріледі. Оған дейінгі Иранның астанасы не деп аталынған екен? Исфахан деп аталынған екен. Осы Исфаханда сарайлар, мешіттер, медреселер салына бастаған болады. Мысал алатын болсақ, осы бір кезінде Исфаханда шахтың, ирандық мемлекеттік басшының сарайы орналасқан болатын. Бұл Шекил Сутун деген сарай еді. Шах мешіттің, медресесін осы Шекил Сутун деп атаған болатын. Осы біз білетін Исфахан жеріне біз білетін бірінші Аббас деген шах бар. Соның тұсында Исфаханды әлемдік ірі орталыққа айналдыру үшін армян саудагерлері мен қолөнершілерін дәл осы Исфаханға көшіріп алып келген болатын. Кім? Бірінші Аббас. Исфахан деген Иранның астанасын әлемдегі сауда орталығына айналдыру үшін армян саудагерлері мен қолөнершілерін көшіріп алып келген. Ол бірінші Аббас шах деген азамат екен. Және де біз білетін өздеріңіз білетіндей шығыс елдеріндегі ағартушылар бар. Үндістанда Рам Мохан Рай, яғни уақапшылардың қозғалысы, Жамнагонг және Бенгалияда бастаған, иә. Үндістанда Рам Мохан Рай деген ағартушы болды. Араб елдерінде, Египетте Рифат ат-Тахтаби, Ливанда Бутрус аль-Бустани болды. Осындай ағартушы болды. Бұл ұбт-да сәйкестендіруде келеді. Иранда Маликм Халым болды. Түркияда Намык Кемаль болды. Жапонияда Фукудзава Юкити деген азаматтар болған болды. Және біз білетін Делиде осы Үндістанның жеріндегі белгілі бір ағартушы адам бар, Ахмад Абдур-Рахим Шах Валиулла деген. Бұл мұсылмандық өркендеуінің нағыз даушысы. Өмір сүріп отырған қоғамның кемшіліктерін өткер сынға алып, әділетті заңға негізделген ақылды мемлекеттік қоғам құруға шақырған азамат еді. Қарап отырсаңыздар, мынау бағанағы біз білетін Иранның жеріндегі Исфахан, иә, Исфаханның осылай бейнеленген сәулетті сарайлар, мешіттер, медрестер салына бастаған болатын. Және бірінші Аббас шахтың тұсында армян саудагерлері мен қолөнершілерін дәл осы Исфаханға алып келген болатын. Иә, себебі Исфаханда әлемнің сауда орталығына айналдыру үшін. Бағанағы Шекил Сутун деген сарай, осы біз білетін шахтың отыратын жер, иә. Бұл құрылыс әлі күнге дейін сақталып келе жатыр. Және Иран тоқымашыларының қолына шыққан жібек маталар, бақыт және екі жақты парша дүние жүзіне белгілі болды. Екі жақты парша дегеніміз, жаңа двухсторонный нелер бар ғой, курткалар бар ғой. Сол секілді двухсторонный біз білетін жаңа екі жақты шапандар болған. Соны екі жақты парша деп атаған болатын. Бұл да дәл осы біз білетін Иранның жерінде дамыған болады. Бір өттік сабақ түсіндіре алдым деген ойдамын. Жаттап алыңыздар.